Сәлем достар, алдарыңызда Көктай. Мен бүгін сіздерге өзімнің жаңадан алған мен үшін ең жақсы телевизор, ең жақсы мониторымды көрсеткім келеді. Және бүгінгі қысқаша шолуымнан кейін сіздер дәл осы телевизор немесе мониторды өз деңгейінде ешқандай қарсылығы жоқ екенін білесіздер. Сонымен қатар мен сіздерге өзімнің сіздерге арнап ойын ойнайтын орнымды және ойындарды қалай жазып алып, өңдеп жөндеп сіздерге ұсынатынымды толық басқышын көрсететін боламын. Кеттік ендеше. Көп қыртпай шолуымның басында сіздерге көрсеткіш нұсқауларын бір-бір көрсетіп жіберейін. Бұның толық есімі LG C2 42 inch класс 4K OLED Evo W Sync Q AI деп аталады. Не деген ұзын айтаң. Және бұның ұзын болып тұрғаны тек қана аты емес, бұның қамтитын бірдеңелері одан да ұзын екен. Display resolution 4K, refresh rate 120 Hz, Dolby Vision, HDR, G-Sync, FreeSync, operating system, WebOS, Apple AirPlay, full web browser, 4 HDMI, 2.1 USB ports, 3. Анау өздеріңіз көріп алыңыздар. Ал бұны PlayStation-ға жалғайтын болсақ, өздеріңіз суретте көргендей, бұл PlayStation-ның сұрағанының бәрін береді. Ал бұны Xbox Series X-қа жалғасақ, өздеріңіз көргендей жап-жасыл, тіпті Dolby Vision, HDR 10 сияқты көрінгеннің бәрінде бола бермейтін функциялар да бар. HDMI мен жалғанады мынау. Өкінішке орай менде HDMI-ның сымы жоқ. Ал HDMI болса менде DisplayPort жек несі оқсам айтып тағатынан аласың. Және алмайсың. Мен ішінде бар деп ойладым. Жарайды, онда ертең барып HDMI естеріңізде болсын, HDMI 2.1-ден аласыздар. 2-ден 0 болмайды. Сонымен достар, бәрін құрастырып береді деп орнатып болдым. Енді соңғы нәтижесін көріңіздер, бұл қандай көрінеді екен. Жақсы нәрсеге оңай үйреніп кетеді екен адамның көзі. Алғаш сатып алып, бірінші рет орнатқан кезде өте үлкен сезілген, бірақ та қазір былай қарасам, маған тек сыйлайтыны керемет ләззат қана. Қараңыздаршы, қандай керемет үлкендігі. Менің мына столым кішкентай емес, бірақ бұның алдында, бұнымен бірге тұрғанда кішкентай ұқсап қалады. Бұның тереңдігі 90 см. Мен ең ішкі жағына тақап қойған кезде көріп отырсыздар, осындай үлкендікте. Бұл нағыз 4K. Стандарт 16-да 9, бұрынғым 21-де 5-те 9. Сондай ұзын шақ жалпақ. Бұрынғы мониторым дәл осындай. Оны алмастырып жердім. Оны алмастырған кезде оны сіздер үшін алмастырдым. Оны сатып жібердім. Және мен осыны қайтадан сатып алдым. Оны мен қоса мен мынаны сатып алдым. Capture Card 4K 60 Pro. Бұны орысша не? Карта захвата. Бұны не үшін сатып алды дегенде, бұны сіздер үшін сатып алдым, достар. Сол үшін де қолдап, лайк басып, бөлісіп, таратып қойыңыздар. Не үшін сатып алғанымды түсіндірем. Мен сіздерге ең жақсы керемет ойындарды сыйласам деген ойменен осы жұмысымды бастадым. Осының бәрін жаңадан сатып алдым. Сіздер көргенде, ал мен бұрынғы компьютерімді де көрсете кетейін сіздерге. Онымен қоса мен өз бөлмемді бір көрсетейін. Мынау менің бөлмем, көріп отырсыздар. Кірер есік. Сонда бұл бөлмемде мына көк туды не үшін іліп қойды? Отандық сезім сондай ой деп тұрмай, жүрегімде
өз отаныма деген сүйіспеншілігім шексіз, бірақ та мына өте жарық екен, сіздер көріп отырсыздар. Мана дұрыстау бір шырақтар болады ғой, бір астын жауып әйнек сияқты, оған ақшам жетпейді. Сосын осылай салақтата салып едім, өте жарық, адамның көзін ұялтатып жіберетіндей. Сосын осылай іліп қойдым, мана шетін кішкене қоршап шырақты әлсіретіп тұрсын деп. Мына менің бұрынғы компьютерім, 4-5 жылдың алдында сатып алғанмын. Мынаның resolution'ы 3440, көбейтілген 1440. Бұл нағыз 2K-лік монитор. 16-да 9-ға мынандай қалсақ, бұл нағыз 2K болады. Yani оны кішкене ұзарта салсақ, мынан енді 3K дейміз ба? Я 3K дейміз. Сондай монитор. Сіздеріңіз көргендей өз майысқан, өз. Менің бұрынғы мониторымда да дәл осылай майысқан болатын, өйткені мен осындай ұнатып қалдым өзім. Ал мынау болса 32 GB RAM. Ең жақсы осындай радиатордың бірі, CPU суытқыш. Ал мынаның ішіндегі мынау видеокартасы болса RTX 2070 Super. Анау motherboard Asus Strix Maximum Hero X ба бірдеңе, атын ұмытып қаппын құрысын. Z390 ғой. Сондай. Бірақ та мынамен енді 4K ойын ойнау ойламай-ақ қойыңыздар енді. 4K-ға жарамайды. Мынау 4K ғана. Жай сөздің қысқасы, мен достар, ойыма не келсе соны айтам. Түсініңіздер, ренжімеңіздер. Аландай дұрыстап бөліп, қиып, музыка қосып, ондайға уақытым жоқ. Не үшін сатып алдым дегенде, мынаны PlayStation үшін. Өйткені барлығымыз білеміз, қазір бір бөлім жақсы керемет ойындар only on PlayStation. Тек қана PlayStation-да шығады. Ал ол PlayStation-да шыққанда, мысал ретінде айтсам, Last of Us. Менің каналымды шығарған, білесіздер. Дәл сол ойын PlayStation-ға шыққалы неше жыл болды. Ал PC-ға енді ғана шығып жатыр, бірнеше айдың алдында. Сол сияқты жақсы керемет ойыннан кеш қалмайыншы деп осыны сатып алдым. Міне. Бұрынғы мониторымның ғана resolution PlayStation-ға келмейді. Сәйкес келмейді екеуі. PlayStation-ға тек қана осындай стандарт 16-да көбейтілген. 16 көбейтілген, жоқ, ona көбейтілген деп қойым ғой кешіріңіз. 16-да 9. Осындай керек. Және мынау да сондай. Ана бұрынғы мониторым мынаған да келмеді, анаған да келмеді. Ал бір бөлім достар сұрайтын шығарсыздар, мынау не мынау? Мынау не мынау? Что это такое деп. Мынау. Мынаны capture card дейді. Capture card. Орысша. Карта захвата. Мынаны қазақша не десек болады? Жазып алғыш дейміз ба? Жазу картасы дейді. Жазу картасы десе дұрыс сияқты. Бұл мысал ретінде сіздерге осыны да түсіндіре кетейін. Бәріміз білеміз, мен бұрын сіздерге ойнаған ойындарды мен тек қана компьютердің өзінен сақтап алам. Ал компьютердің өзінен ойнаған ойындарды сақтап алатын әдістері көп қой. Мысалы Nvidia-ның өзінің недері болады. Мысалы, қазір мен Nvidia-ны ашайын. Міне. Қараңыздар, осының ішінде осыдан былай сақтап алуға болады, рекорд қып жазып алуға болады экранда шығып тұрған барлық заттарды. Ал не болмаса, OBS студио бойынша. OBS-ті барлығыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Дәл осы OBS студиядан сіз ойнап отқан ойындарды дұрыстап жазып алуға болады. Ал алайда осылай жазып алу үшін компьютерге күш қуатты өте талап етеді. Өйткені мен жай ғана 1K емес, 2K емес, мен 4K нұсқасында ойындарды түсірем. Ал 4K болса, мейлі осындай көрсетіп ойнау үшін, және оны жазып алу үшін де видеокартаға және компьютердің күш қуатына ерекше талап етеді. Сол үшін мен RTX 4090 сатып алдым. Қазіргі ең мықты видеокарта. Дәл осындай 4K ойын ойнаған кезде мен
дәл осы видеокартаның 30% күш қуатын елеп қояды. Иә, қалған 70% мен ойын ойнаймын және системадағы басқа жұмыстар. Сонда белгілі мөлшерде сіз мысалы бір ойын ойнасаңыз, бұрын 100 FPS болып тұрса, жай ғана ойнасаңыз 100 FPS, бірақ та сіз оны бір жағынан ойнап, бір жағынан оны жазып алсаңыз, бәлкім 70-60 FPS-қа түсіп қалады. Ал сол үшін мынау керек. Мынау қалай дегенде, мынау ешқандай жазып алғанға күш жұмсатпайды компьютерді. Сондай ауыр жүктен босатады. Қалай босатады сіздерге? Сосын Nintendo Switch және PlayStation-да мен мына жерге қойып қоямын. Ал олар компьютер емес, оларда OBS жоқ, өзін-өзі жазып алатын жоқ. Оны қалай жазып алуға болады дегенде, солған арналған мысал ретінде. Мысалы, біз мынаны PlayStation деп ойлайық. PlayStation, но телевизор. PlayStation мен телевизорды біз жалғадық. Жалғаған кезде оның арасы бір HDMI сымы арқылы жалғаймыз. Ал сол басқышта ортада кетіп бар жатқан HDMI-дің ішіндегі сигналды ортадан қағып алып, ортадан мынау арқылы қағып алып, сол сигналды біреу копиға біреу шығарып, сосын сол сигнал екеу болады. Сол екеудің біреуін бұрынғы қалпында телевизорға жібереміз, енді біреуін өзіміз ұстап сақтап қаламыз. Мынаның ролы сондай. Ең жоғарыда 4K 60 FPS сондайда жазып алуға болады. Бұлдар да сіздер үшін нағыз PlayStation. Мысалы, PlayStation-нан керемет ойындар ойнаймын. Соны мен өз көзіммен көргендей керемет 4K нұсқасында сіздерге арнау үшін менде де аз ақшаға бұны сатып алған жоқпын. Дәл осы үшін болса да бөлісіп таратып лайк басып қойыңыздар. Осылай міне достар, көріңіздер. Сосын мен кішкене өзімді қалай жобалағанымды айтайын. Қалың сымдарды у-чу болмасын деп, бәрін кішкене буып-түйіп, осының ішіне тықтым да, бұны мен көрмеймін да, көргім де келмейді. Осылай тұрады. Шетіне жабыстырып қойғам ғой. Кейін жағдай келген кезде мына жерде басқаша былай кішкене столған ба, бірдеңе қылып, мынадарды жауып, бәрін дұрыс тауып. Солай жасаса бәрі керемет болып кетеді деп ойлаймын. Сосын достар, ең маңыздысы сіздерге бұның сапасын көрсетейін. Ел мақтаған жаман болмайды деген. Мысалы достар, мен міне өзімнің бизнестерін бұлай тұрсын. Кішкене тамашалап алайыншы, қараңыздаршы достар. Шын. Ой, тамаша, бұл шын әлем ғой. Сол Амстердамның көшесінде жүргендей болып қалдым. Жасырын бақылап тұрған адамдарын бір-бірден үйіне қойып талдыратын болдық. 2 cartel guards in the village. Keep your weapons concealed. Мына жерде екеу бар екен. Осы екеу. Жасырын тамашалап отқан адам болайық. Сосын достар, видеомның басында мен айтқандай, бұны мен шын жүректен сіздерге ұсынамын. Және өз деңгейінде ешқандай қарсылығы жоқ деген сөзімді растаймын қазір. Сіздер көргендей, дәл осы телевизор немесе монитор, телевизор, монитор дейін ба, бәрі бір ғой, бәрі бір дисплей. Дәл осы дисплейдің 43 дюймдағы басқа тарын көрейік, не бағасын сіздер көріп отқандай мына жерде 1.900.000 дейді. Міне 43 дюймдағыдар. Қараңыздар, мынау бар. Сосын одан кейінгілер кішкентай болып қалады. Ал бірақ та дәл осы үлкендікте сіздер көріңіздер, мынаның бағасы қанша болады екен. Міне, олардың жартысындай баға. Ал бірақ сіз жарты бағамен олардан еселеп алмасаңыз да ешқандай кем емес мыналардан. Тек қана
кемшілік деп айтуға татитындай болса, ол тек қана дисплей порты жоқ. Иә, бірақ HDMI да жетеді ғой. Оның не керек? Бәрібір 4K 120 Hz бен мына жердегі 144 Hz-тің ешқандай. Енді сіз камераға салып былай қарамасаңыз, адамның көзі ешқандай сезе алмайтын шығар деп ойлаймын өзім. Соңында менің осы жолғы шолуым сіздерге ұнап жатса, бөлісіп, лайк басып, жазылып таратып қойыңыздар. Мен үшін үлкен шабыт болады. Бұл менің каналым. Сіздер көріп отқандай, мен ең жаңа керемет жақсы ойындарды 4K нұсқасында шығарып сіздерге ұсынып отырамын. Ең бастысы, барлығы ана тілімізде. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.